Мексиканың солтүстік шығысында таулар мен кактустар арасындағы шағын ғана бір қала болған Сан-Пуэрто. Халқы 11.800 адам, тыныш, қарапайым, ауыл шаруашылығымен айналысатын адамдар. Күндіз ыстық, түнде самал жел соғып тұратын. Бірақ 1994 жылдың 23 қыркүйегінде бұл қала тарихтан ғана емес, картадан да жоғалды. Сол бір түн. Түнгі сағат 2:46. Көршілес ауыл тұрғындары Сан-Пуэрто жақтан найзағай түскендей бір жарықты көргендерін айтады. Жарық етіп 2-3 секундқа аспанды жарып қайта сөнген. Кейін сол бағыттан әлсіз гүрілдер естілген, бірақ бұл жолы найзағай емес, жер астынан шыққандай дыбыс. Таң атқанда адамдар қалаға қарайды. Түтін жоқ, өрт жоқ, бірақ мүлде үн жоқ. Сол кезде бірнеше адам қаланың шетіндегі бір үйдің есігін қағып, жауап ала алмай қалған. Бәрінің үйі ашық. Дастархан үстінде кешегі кешкі ас сол күйі қалған. Теледидарлар қосылған күйі қалған. Иттер байлаулы, машиналар есік алдында. Тек тірі жан жоқ. Бір түнде 11.800 адам 5 минуттың ішінде жоғалғандай. Іздестіру жұмыстары. Билік қоршап жедел топ кіргізген. Бірақ қала ішінде бірде-бір өлік, қан, төбелес іздері болмаған. Массалық қашу жоқ. Көлікпен кету жоқ, жаяу із жоқ. Барлық зат орнында қалған. Ғалымдар мұны сеймик серпіліс, газ шығуы, химиялық апат деп болжады, бірақ ешқайсысына дәлел жоқ. Мынадай 3 түрлі теория бар. Бірінші теория – жер асты үні. Зертханалар жүргізген тексерулерде қала ішінде өте төмен жиілікті дыбыс анықталған. Адам құлағы ести алмайтын, бірақ жүйкені тоқтататын инфрадыбыс. Бұл дыбыс сол түні бірнеше минутқа қатты күшейген болуы мүмкін. Халық естен танып, сыртқа шыққан және жоғалған. Екінші теория – уақыттық жарық. Қала тұрғындары жарық жарылған сәтте уақыттық үзіліске немесе кеңістік сдвигке түскен болуы мүмкін дейді зерттеушілер. Сол үшін ешқандай физикалық із қалмаған. Үшінші теория – қылмыстық картель операциясы. Кейбір журналистер мұны картельдердің құпия әрекетімен байланыстырады. Барлық халықты түнде эвакуациялап, басқа аумаққа күштеп көшіру. Бірақ не үшін? Бұл сұрақ әлі жауапсыз. Бүгінде қала жабық аймақ. Сан-Пуэртоға 2003 жылдан бері ресми түрде кіруге тыйым салынған. Қала шекарасында Пелигро деген тақтай тұр. Қоршаудың ар жағында бір кезде өмір қайнаған, қазір иесіз қалған көшелер. Кірген адамдардың айтуынша үйлер әлі сол күйі тұр. Кейбір үйлердің шамы түнде өздігінен жанып өшеді. Радио толқыны қала ішінде қатты бұзылады. Түнде бос көшелерден адамдардың сыбдыр естілгендей болады. Сан-Пуэрто туралы мексикалықтар әлі күнге дейін жамандық символ ретінде айтады. Ол жерге барма, барсаң қайтып оралмайсың дейді. Тұрғындары бір түнде жоғалған бұл қала әлі күнге дейін Латын Америкасындағы ең жұмбақ оқиғалардың бірі деп есептеледі.